Осы күнге шекем 700-ден аслам жоғары технологиялы операциялар әмелге асырылған Қарақалпақстан медицина институты клиникасында қазіргі уақытта Америка стандартлары тикарында жүрегінде тума нұқсаны бар болған балаларға хирургиялық әмелиятлар өткерілмекте. Америка құрама штатларының Теннесси университеті профессоры, кардиохирург, халықаралық балалар жүрегі қорының директоры Вильям Новик Өзбекстан балалар милли медицина орайымен біргелікте құрамалы операцияларды әмелге асырып атыр. Бүгіннің жаңалығы денсаулығы бекемленген балалардың алтауы ата-анасының құшағына, өз үйлеріне қайтпақта. Шпакерлердің көмегіменен жүрегі бір қалыпта соғып тұрған бұл кішкенелер енді өз теңдестеріменен ойнау, жуыру, әдеттегідей әрекет ете алу мүмкіншілігіне ие болды. Мен операциядан жақсы шықтым. Денім сау, жүгіре аламын, ойнай аламын. Достарыммен ойнаймын. Келешекте мен прокурор боламын. Менің қызым Нұршат 9 жаста жүрек парогыменен ауратылған еді. Бұрыллары жуыруға қиналатын еді, тез жүруге. 12-сінде операция болды. Құдайға шүкір операция нәтижелері жақсы шықты. Қызым Нұршаттың жағдайы жақсы. Құдай қаласа бүгін үйімізге шығып баратырмыз. Әммесі бұл шараятлары жақсы. Америкалық врачларға рахмет. Осы жылдың 10 сентябрь сәнесінен басылып, Қарақалпақстанда америкалық кардиохирург шпакерлер жүрегінде тума кемшілігі бар болған балаларда ашық түрдегі құрамалы операцияларды істеп жатыр. Хирургиялық әмелиятлар нәтижелі өткерілген, һәм саламатлығы тұрақласқан 6 балаға өз шаңырағының құшағына қайтуға рұқсат берілді. Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі басшылығының орынбасары Рустам Сапарбаев Қарақалпақстан медицина институты клиникасында болып, ақ халатлы өмір сақшыларының көмегіменен өмірге қайтқан балалардың халынан хабар алар екен. Операциялардың нәтижелі өткерілуі халқымызды айрықша қуанышқа бөлеп атырғанлығын атап өтті. Ляж дауамында америкалық шпакерлер һәм Өзбекстан Республикасы балалар милли медицина орайының қанегелері сөзге шығып, жоғары технологиялық операцияларды әмелге асыру үшін университет клиникасында жетерлі шараятлар, медициналық аспап-үскенелер бар екенлігін, алдағы уақытлары кардиохирургия бойынша қанегелерді таярлау бағдарында да біргелікте жұмыслар алып барылатығын тілге алды. Енді перзентлеріңіздің жүрегіменен байланыслы ешқандай машқала болмайды. Шпакерлердің бұл сөздері ата-аналарды шексіз қуанышқа, бақытқа бөледі. Жылдар дауамында кеуілінің бір мүйешінен орын алған уайым бүгін өз шешімін тапқанына төбесі көкке жеткен аналар өзлерінің миннеттаршылығын білдірді. Менің қызым 4 жаста жүрек тума нұқсанымен туылды. Бұнан алдын тез-тез шаршау делер сезілетін еді. Қазір америкалы һәм өзбекстанлы шпакерлеріміз операция істеп берді. Қызымның денсаулығы жақсы. Бүгін үйімізге қайтамыз, Құдай қаласа, өз миннеттаршылығымызды білдіреміз. Билл Новиктың идеясы бір жыл давамында америкалық методты үсерге ендіру. Демек, біздер қазір Қарақалпақстан медицина институтының университет клиникасында балалар кардиохирургия бөлімінде америкалық халықара стандарт ендіріледі. Соның үшін ол инсан бір жыл давамында 4-5 мәртебе келіп, әр келгенде 50-55 операция қылады. Демек, жыл давамында әзір 200-250 балаға операция қыламан деп отырыпты. Бірақ негізінде Қарақалпақстанда 455 бала регистрация болған, жүрек нұқсан кеселігімен, соның 30-35% уже операция болған. Демек, қалған балаларын осы жерде операция қылып, енді біздердің ұранымыз бір балада жүрек нұқсан, тума жүрек нұқсанымен Қарақалпақстанда қалмау керек. Қарақалпақстан медицина институтында 17 мемлекеттен 40-қа жақын мекемелер, клиникалар, һәм басқа орайлар істеп жатырыпты. Бұл үлкен жетіскендік. Балалар кардиохирургиясы бойынша тәжірибелі шпакер Теннесси университетінің профессоры Вильям Новик басшылығындағы бір топар хирурглар бүгінде өз жұмысын дауам етпекте. Америка стандартлары тикарында әмелге асырылып отырған жоғары технологиялы операциялар осы күнге шекем 22 балаға істелінген болса, әптенің ақырына шекем олардың саны 35-ке жетеді. Ахметлі тарапы бұл операциялар кем тәмеленген шаңырақлардың перзентлеріне бейпыл әмелге асырылмақта.
Көпшілік рауажланған елдерде балалар кардиохирургиясы бағдарында Америка стандартларын үйренуге әрекет етеді. Дүнияның 35 мемлекетінде өз тәжірибесін әмелиятқа енгізген бір топар қанигерлер университет клиникасында операцияға шекемгі һәм операциядан соңғы басқышларда балалардың денсаулығының тікленуі жолында бар білім һәм тәжірибесін іске салып жатыр. 50 nafar operatsiya rejalashtirilgan. Bu tashrif doirasida, aksiya doirasida Nukus shahrida kardioxirurgiya yo'nalishi ochiq savol edi. Kardioxirurgiya bo'limlari bo'lmagan. Bu uchun nima kerak? Bu uchun haqiqatda amerikaliklar kelib ishlaydigan sharoit kerak. Bu sharoitni hurmatli prezidentimiz shaxsan tashabbuslari bilan tibbiyot institut klinikasi noldan barpo qilingan, umuman bo'lmagan va noldan jahon standartlariga mos keladigan. Mana amerikaliklar kelib ishlayaptimi? Amerikalik mutaxassislar o'zini uyida ishlaydigandek o'zini tasavvur qilib ishlaydigan sharoit yaratib berganlar va buni amaliyoti uchun kerak bo'ladigan barcha rasxodniklar davlat byudjeti mablag'i hisobidan qoplanib berilyapti. Bu O'zbekiston xalqi uchun, Qoraqalpog'iston xalqi uchun juda katta imkoniyat, juda katta e'tibor, yangiliklar qilishda to'xtamaymiz. Арал бойы балаларының саламатлығын бекемлеу, ата-аналарда перзентінің денсаулығының тікленуіне деген үмітті ояту мақсатында өз жұмысын алып барып жатырған университет клиникасында алдағы уақытлары бұндай операциялар тұрақты түрде өткеріледі. Бұның үшін дүния елдерінің бір қатар шөлкемлері менен келісімлер түзу істері давам етіп жатыр. Демек, кішкене жүректер тек ұлы арзуларды іске асыру, ұлы мақсатлерге ерісу үшін соғады.